елтаңба, ту, әнұран. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін айқындайтын нышандар. Елдің рухын асқақтатар мереке рәміздері күніне орай әсем қала Алматының түкпір-түкпірінде түрлі іс-шаралар мен флешмобтар ұйымдастырылып жатыр. Бүгін біз солардың біріне келдік. Ендеше бірге тамашалайық. 125 студент қатысқан флешмобта әуелі Қазақстан Республикасының туы мен әнұранына құрмет көрсетілді. Мұндай іс-шара жастардың бойында отансүйгіштік сезімін оятып, рәміздердің маңыздылығын түсіндіруде ерекше рөлге ие. Бүгін Алматы технологиялық колледжінде өтіп жатқан флешмоб жастардың өз еліне, мемлекеттік рәміздеріне деген мақтаныш сезімін арттыруға бағытталған маңызды қадам. Біз білім ғана емес, елге деген сүйіспеншілікті де үйретуіміз қажет. Бұл іс-шара арқылы студенттеріміздің бойында ұлттық сана мен азаматтық жауапкершілікті қалыптастыруды мақсат еттік. Ел болашағы жастардың қолында, ал олардың жүрегінде рәміздерге деген құрмет пен елге деген сенім болса, Қазақстанның ертеңі жарқын боларына сенеміз. Қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазір жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бажал жүріп. Флешмобқа қатысқан жастар аталмыш шараға ат салысып, елінің туы мен елтаңбасына құрмет көрсеткеніне дән риза. Бүгінгі флешмобқа қатысу мен үшін үлкен мәртебе. Мемлекеттік рәміздер бұл жай ғана белгілер емес. Олар біздің тарихымыз, мәдениетіміз және тәуелсіздіктің символы. Әнұран шырқалған кезде жүрегім ерекше тербеніп, еліме мақтанамын. Осындай шаралар бізді біріктіріп, патриоттық сезімді күшейтеді. Біз жаңа буын, Қазақстанның болашағымыз. Сондықтан туымызды биік ұстап, елтаңбамызды құрметтеп, әнұранымызға мақтаныш айту біздің борышымыз деп есептеймін. Кез келген мемлекеттің рәміздері кездейсоқ таңдалған белгі емес. Ту, елтаңба, әнұран тарихи мәнге ие. Осыны жас ұрпаққа түсіндіру болашаққа аманат.